Сәлем балақай, бүгін біздер математика пәнінен 110 сабақ монеталардың құны деген тақырыппен танысатын боламыз. Бұл жерде оқулықта берілген есептерді шығарамыз. Бірінші тапсырмаға қарайық. Балалар жинақ қобдишаны ашпақ болды. Жинақ қобдишада қандай монеталар болуы мүмкін? Оларды ата. Бұл жерде 1 теңгеден 100 теңгеге дейінгі аралықтағы монеталар берілген. Ең алдымен сырымның әмиянын қарайық. Сырымның әмиянында 10 теңге бар. Бұл жерде 10 теңгенің өзі болуы мүмкін. Яғни 10 теңгелік монета. Келесі Әлияның әмиянын қараймыз. Әлияның әмиянында 15 теңге бар. 10 теңге және 5 теңгелік монеталардан құралған. Келесі Санаттың әмиянында 18 теңге бар. 10 теңге, 5 теңге және 2 теңге 1 теңгелік монетадан құралған болуы мүмкін. Енді астында тапсырма берілген. Әр әмияннан 5 теңгеден алынды. Олардың әр қайсында қанша теңгеден қалды? 10 теңге азайту 5 теңге тең 5 теңге. Сырымның әмиянында 5 теңге қалды. Келесі Әлия 15 теңгеден аламыз 5 теңгені. Тең болады 10 теңге. Келесі Санаттың әмиянындағы қалған тиынды есептеу үшін 18-ден 5 теңгені азайтамыз. Сонда сырымның әмиянында 13 теңге қалады. Келесі есіңде сақта. Баға бұл бір тауар, яғни зат үшін төленетін ақша. Мысалы, йогурттың құны 90 теңге, шоколадтың құны 100 теңге, нанның құны 70 теңге. Келесі екінші тапсырмаға назар аударамыз. А нұсқасында есепті шығар, кері есептер құрастыр дейді. Әлияда 100 теңге бар, сырымда 60 теңге бар. Әлияның қанша теңгесі артық? Алдымен есепті шығару үшін біздер қысқаша есептің берілгенін жазып аламыз. Әлияда 100 теңге, сырымда 60 теңге. Белгісіз теңге артық. Есептің шешуін табу үшін шешуі 100 теңге азайтылған 60 теңге. Тең болады 40 теңге. Жауабына жазамыз. Әлияның 40 теңгесі артық. Келесі екінші есептің тапсырмасына қараймыз. Монеталармен 100 теңгені, 60 теңгені жинап көр. Өзіңнің нұсқаңды жаз. Бұл жерде 100 теңгені жинау үшін 20 теңгелік монетаның 5-еуінен құрастыруға болады. Немесе 10 теңгелік монетаның 10-нан құрастыруға болады. 60 теңге үшін 20 теңгелік монетаның 3-еуі, немесе 50 теңгелік бір монета және 10 теңгелік бір монета. Немесе 10 теңгелік монетадан 6 штуктан құрастыруға болады. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде сана сұрақтарға жауап бер дейді. Қайсы әмиянда ақша аз? Бірінші әмиянда 6 теңге, екінші әмиянда 10 теңге, үшінші әмиянда 8 теңге, төртінші әмиянда 8 теңге және бесінші әмиянда 9 теңге бар. Қайсы әмиянда ақша аз? Бірінші әмиянда ақша аз. Өйткені ол жақта тек 6 теңге ғана бар. Келесі қайсы әмиянда ақша көп? Екінші әмиянда ақша көп, ол жақта 10 теңге бар. Қайсы әмиянда монета көп? Бұл жерде төртінші әмиянда монета көп. Өйткені ол жақта 4 монета бар. Келесі қайсы әмиянда монета аз? Екінші әмиянда монета аз, өйткені ол жақтағы монета саны 1. Келесі теңдеуді шеш. Төртінші тапсырма берілген. Бірінші теңдеуді шешу үшін y қосылған 1 тең 10. Бұл жерде y табу үшін біздер y тең болады 10 азайтылған 1. Y тең болады 9. Тексереміз. Y-дің орнына 9-ды қоямыз. 9 қосылған 1 тең болады 10. 10 тең 10-ға. Екінші теңдеу. X қосылған 2 тең болады 10-ға. X-дің мәнін табу үшін біздер
10-нан азайтамыз 2-ні. Астына жазамыз x тең 10. Азайту 2. Астына x тең болады 8. Тексереміз. X-тің орнына 8-ді қоямыз. 8 қосылған 2 тең болады 10. Тексереміз. 8-ге 2 қосқанда 10 болады. 10 тең 10-ға. Үшінші теңдеу. 50 азайтылған y тең болады 20. Y-тің мәнін табу үшін біздер үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 50 азайтылған 20. Y тең болады 30. Тексереміз. 50 азайтылған 30 тең 20. Мәнін тексереміз. 20 тең 20-ға. Келесі төртінші теңдеу. X азайтылған 20 тең болады 10. X-тің мәнін табу үшін біздер берілген екі санды бір-біріне қосамыз. X тең болады 20 қосылған 10. Астына жазамыз. X тең болады 30. X-ті орнына қойып көшіріп жазамыз. 30 азайтылған 20 тең 10-ға. Тексереміз. 30-тан 20-ны азайтсақ 10, X тең 10-ға. Келесі 5-ші тапсырма. Не сатып алатыныңды таңда. Төлем жасайтын монеталарды жина. Бұл жердегі қызанақтың құны 70 теңге, лимонның құны 90 теңге, алманың құны 80 теңге, банан 100 теңге. Бірінші қызанақты көрейік. Бұл жерде 10 теңгеден біздер 7 штук 10 теңге берсек болады. Келесі лимон үшін 90 теңгені 50 теңге, 20 теңге, 20 теңгелік монеталардан жинасақ болады. Алма үшін бір 50 теңгелік монета, 20 теңгелік монета және 10 теңгелік монетаны жинасақ болады. Келесі бананның құны 100 теңге. Бұны біз 100 теңгелік бір монетадан немесе 2 50 теңгелік монетадан берсек болады. Бүгінгі берілген есептерді толық аяқтадық. Келесі сабақта күтемін.